Сәлем менің каналымның оқырмандары. Бүгінгі біздің сабағымыз тағы да кірпік жасау үшін арнайы жаттығулар. Бізге осындай модель қажет болады, пинцеттер қажет болады. Мен сіздерге өткен жолы айтқандай, осындай тарақ қажет болады. Микробраш өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Егер кірпікті сүртіп алам дейтін болсаңыздар, керек болады. Содан кейін патчи, бастапқы базовый көрсеттім ғой, кірпік, соларды аласыздар. Негізі, егерде сіздерде бұндай манекен болмайтын болса, мынандай ұшы доғал, бас жағы доғал, жерге жабыстырып, кірпіктердің арасы ашылып тұратындай қылдырып, солайынан жабыстырып қойып жасай берсеңіздер болады. Осылайша тарап арасын ашып аламыз. Немесе микробрашпенен сүртіп, жаңағындай обезжиривательменен солайынан дайындасаңыздар болады. Енді осы кірпіктердің арасын ашу үшін біз мысалға басында міне осылай болады. Бізде қолымыз дірілдейді, кірпіктердің арасын аша алмаймыз, өте қиын болады. Сол үшін сіздерге бірінші алып адамнан, яғни модельден бастаған дұрыс емес. Мінекей, енді уақыт өте келе өстіп жаттығу жасағаннан кейін сіздерде кірпік ашылады. Кірпікті жоғары жағынан ұшынан ашуға болмайды. Міне сурет видеода көріп тұрғандарыңыздай. Кірпікті егерде мен қатты төмен алып ұстайтын болсаңыздар, ол біріншіден үшкір пинцет клиенттің көзіне қадалады. Солайша ол зақым алуы мүмкін, көзіне кіріп кетуі мүмкін. Ал қатты жоғары ұстайтын болсаңыздар, онда ол кірпіктер жаңағы жан жаққа кетіп қалуы мүмкін. Мінеге көріп тұрсыздар. Сіздер пока пучок жасап, оны клейге матырғанша ол ұшып кетеді. Сондықтан да осылай ортасынан ұстайсыздар. Орта жеріне барып кірпікті ашқан дұрыс болады. Енді осындай лункалар сатылады. Яғни бұл мен сіздерге мінекей, мен осы уақытқа дейін жұмыс жасаған лункалар, мысалға міне әдейі көрсетіп отырмын. Осылай біреусіне клейді құйып аласыздар. Клей міне мен сіздерге жақыннан көрсетейін. Комок, яғни көп клей алудың қажеті жоқ. Өстіп ақырындап аз ғана клеймен жасайсыздар. Себебі оның барлығы көзге келгенде кірпіктердің арасын бір-біріне жабыстырып тастайтын болады. Міне өстіп кірпікті аламыз. Кірпікті алғаннан кейін клейге матырамыз. Оны матырғанда ең ұшынан ұстайтын болсаңыздар, көрдіңіздер ме? Кірпікпен бірге жаңағы біздің пинцетіміз де бұлғанып қалады. Ал енді пинцет бұлғанған жағдайда ол кірпік біріншіден жаңағы клиенттің көзіне жабыспайды. Екіншіден пинцетіміз өте бұлғаныш болғандықтан одан кірпік еш арылмайды. Сондықтан пинцетті қайтадан тазалауымыз керек болады. Сондай жағдайларға душар боласыздар. Сондықтан да пинцетті ұстаған кезде ең ұшынан емес, ортасынан ұстап, мінекей осылай ғана клейді аласыздардағы кірпікке жабыстырасыздар. Енді мен сіздерге міне манекенді алып қойдым. Манекенмен қайтадан жұмыс жасаймыз. Енді кірпікті алған кезде өстіп ұшынан жоғары қарай тартуға болмайды. Себебі кірпіктің екі ортасы бүктетіліп қалатын болады. Сол үшін кірпікті алатын кезде пинцетті де дұрыс ұстап үйрену керек. Ұшынан емес, ең жоғары жағынан емес, кірпік жабыстыратын ортасынан ұстайсыздар. Және кірпікті алған кезде ең ұшымен де алуға болмайды. Көрдіңіздер ме? Ортасынан бүктетіліп қалады сол кезде, ондай жағдайда. Сол үшін бізге міне осындай жолдармен болмайды. Мінеке сіздерге бірнеше түрін көрсетіп отырмын. Өздеріңізде қарап байқап отырған шығарсыздар. Осылай жағдайларда алуға болмайды. Ең ұшынан кірпіктің былай қарай қисайтып, ондай жағдайда кірпіктер сынады, ортасынан бөлініп қалады. Кірпікті алған кезде біз ортасынан кішкене жоғары қарай көтеріп, содан кейін алдыға қарай жылытсақ, мінеке кірпік өздігінен алынады. Тағы да 2-3 рет мінеке көрсететін боламын. Анықтап қарап алыңыздар. Егер каналым ұнап жататын болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарияға қандай сабақ сіздерге ұнайды, қандай сұрақтарыңыз бар жазсаңыздар, сол туралы видео түсіретін боламын міндетті түрде. Сол үшін тіркеліп кетіңіздер.
міне сіздерге көрсетіліп тұр. Ортасынан осылайша кішкене жоғары тартасыздар дағы, алдыға қарай алсаңыздар, кірпік еш сынбайды, өз формасында алынатын болады. Енді біз үшкір пинцетпенен қалайша арасын ашамыз. Міне, ортасынан бағана бастап сабақтың басында көрсеткенімде, міне, тағы да осы жаттығуларды қайталап, осы біздің жаңағы алған кірпіктерімізді осы жаңағы көрсеткен бойынша алып, кілеге матырып жабыстырып көріңіздер.